Сәлем, сіздермен бірге Гиппократ. Бүгін біз медицинаның жаман жағын айтамыз. Черная сторона медицины. 1595 жылы кезекті мұхит сапарына шыққан Фрэнсис Дрейк өзінің корабліндегі пираттар белгісіз бір аурумен ауырып бастағанын көрген. Десналары қанаған, әлсіздік, терілері көгеріп кеткен, аяқтарында жаралар. Кездегі пираттар әрине бұл цинк ауру екенін білмеген, бірақ 1601 жылы капитан Джеймс сол кездегі пираттарға лимон қышқылын берген. Оның әсері моментальный болған, пираттардың барлығы жақсарып, одан кейін көбісі бұл аурумен ауырмаған екен. Бірақ бір өкініштісі, осы лимон қышқылы апельсин құрамында С витамин бар екен ол кезде білмеген. Оның өзі 1932 жылы ғана ашылған екен. Бірақ ол нақты протоколға ену үшін тағы 60 жыл кеткен. Сол аралықта көптеген адамдар, пираттар қайтыс болған. Бұл бізге айтады, что қандай да бір ем нақты қабылдану үшін ұзақ уақыт керек. Протокол дегеніміз қарапайым тілде медиктің, яғни врачтың емдеу кезіндегі жасайтын алгоритм қадамдары. Яғни кезек-кезек. Біріншісі анамнез жинау, диагностика, лаборатория, одан кейін лечение секілді. Бірақ көріп тұрғандарыңыздай витамин С-ның өзін енгізу үшін 60 жыл кеткен екен. Иммунитетке қатысты аурулар кезінде Д витаминінің пайдасы бар екені дәлелденген. Д витаминінің пайдасы бола тұра, қазіргі таңда ол протоколға енгізілмеуде. Оның протоколға енгізуінің өзіне манағы цинка секілді 60 жыл кетеді. Аптекалар ондай витаминдерді енгізудің орнына қайтама көптеген қымбат дәрілерді сату арқылы ақша тапқан жақсы көреді. Қазіргі таңда білесіздер, дәрілер де көп, және дәріханалар да көп. Дәрілер жасайтын фармацевттік ұйымдар да көп. Бір жағынан бұл дамуға пайдалы, бірақ бір жағынан бұл бизнес. Олардың мақсаты адамды емдеу емес, қайтама өзінің препаратының өткенін қалайды. Сондықтан көбінесе сіздерге айтарым, табиғи тамақтар, манағы витамин D, D3, K2 деген секілді витаминдер көп жеңіздер. Протоколға енгізілген дәрілердің жақсы жағы да бар, бірақ мен бүгінгі видеода тек жаман жағын айтып кеттім. Сондықтан осылай. Қоғамда дәрігерлердің орны өте төмен. Дәрігер болсын, ученый болсын, жаңа бір нәрсені шығарып табатын адам, ол қарапайым жұмысшы. Ал футболистер қарапайым, Мбаппе, Роналдо, олар қазір таңда 100 мың миллиондаған ақша тауып жатыр. Олардың қалай өмір сүріп жатқанда күнде интернетте көріп отырған шығарсыздар. Қызыл дорожка, Феррари. Ешқандай дәрігер, ешқандай ученый ондай нәрсе айдамайды. Бұл бізде қоғамның өте төмен деңгейден принциптарының төмен екендігін көрсетеді, және де құндылықтарының төмен екенін көрсетеді. Оның орнына дәрігер доктор Берг пен Мбаппені салыстырайық. Доктор Берг бір аурулардың емін табады, Мбаппе просто доп теуіп жүр. Кімнің қоғамға құндылығы жоғары? Әрине доктор Бергті. Неге ол қызыл дорожкада жүрмеске? Неге сондай бір ученыйлар үлкен зәулім үйінде тұрып жеп айтамасқа? Әрине олар лайықтырақ. Бұның барлығы соңында келіп ақшаға тіреледі. Қоғамында қазіргі таңда әншілердің, футболистердің орны жоғары, бірақ дәрігерлердің орны, мұғалімдердің орны қашан жоғарыға көтерілетіні белгісіз. Сіздермен бірге болған Гиппократ. Видео ұнаған болса лайк басып кетіңіздер, коммент жазып кетіңіздер, ойларыңызды жазыңыздар, сіз не ойлайсыздар. Инстаграм парақшам Нефарио, және де YouTube каналына жазылып кетіңіздер.